Biz bəlkім tağdır үшін күресуге кішкентаймыз, сол үшін жыламай жүр мен ұнатқан кішкентай қыз. Өмірде мұңайған мен сағынбаудың жолы жалғыз. Кім білсін тағдыр жазса біздер қайта жолығармыз. Біз бәлкім тағдыр үшін Жігіттер жанып тұрған үміттер, тут все изменит один день. Руки көтеріп, не сможет тебя удержать на высоте. Очень много денег, ты даже не вспотел. Дал дома, дал ушел. 야! 안 준다고 합니다. таң атып күн батуда ал менің жүрегім. Я, сен де мен сияқты осындай машина алғың келсе, ерте байып, ерте көп ақша табам десеңдер, онда мен сендерге көмектесем. Кеше көмектескен адамның барлығы ақша жарып алды. Сен де соны қаласаң, свайп жасап өт. Бір аптада уже 2000 адам миллионнан жарып алды. Сен де қалма, мен саған көмектесем, мен телеграм канал. Шақи, короче, маған жазып отыр. Сенің қызың басында ұялып отыр, просто кейін кобра болады дейді. Болмаймын мен. Неге? Осылай қалам. Болматсын сурет Шақи неқта? Шақи, сен айтып отыр, короче. Мамаңа ұнамай қалса не істейсің дейді. Маған ұнаған, мамаға да ұнайды. Басқа сұрақ. Ой, сен менің мамама ұнамай қалсаң не істейсің? Мен сіздің мамаңызда ма? Ұнаймын. Ғабиттің қай жеріне қызықтың дейді. Қай жеріне қызықтың? Даже ұнайды маған. Осылай ұнайды. Дауысы ұнайды. Қай жеріне ұнайды. Я влюбился в нее, мама. Қанша жаның ынтық қылған жүрегін, қанша жүрек әлі таппай жүремін. Ешкімнің де орындамас тілегін, қатыгез деу алмады. Кәрі таулар тыныш. Не жейді екен деймін да, мына үйде тұратын бір 8 аяқтан лағман ба бір бөле істеп жейтін. мына үй примерно бір милап тұрады сияқты. Тіл келмейді ғой жандай. Қиын далбаса бағалы болады. Мала ше, көтін немен сүртеді екен? Бумаглері явно алтын жалатылған бір нәрсе ғой. Көтті ғой, шына иттері бар ғой. Иә. Менен пиздец тамақ ішетін. Явно ғой. Просто ма бір итальянский бір, Сёғде мөғде дейді. Соседтер ше, бір-бірімен араласып, жаңа балта сұрап бару деген явно жоқ қой. Жоқ қой, ана гаражында бар ғой. Бір Ламборджини жатыр ғой, ЗБ ше. Әшейін Звонок бар ғой. сенен қымбат тұрады. Қойшына. Еркек шына қымбат тұрады. Оны ғой, шына үйінде бар ғой. Адамдар примерно iPhone 13-14 сайын сияқты примерно. Әшейін. Осылар осыра ма? Осырмайтын сияқты осылар. Осырса да бір парфюмнің есіммен осырады. Бір жағмая деген французский. Французский бір нәрсе. Бетіне осыр деу керек қойшы. Үстіме осыр беріп. Бар ғой. Бай болсаң дым қызық болмайды сияқты. Кетседі ана жаққа барып тұрайық, ақырын ата салатын сияқты. Артымыздан. Сенің мынау саусағың. Ливерпуль чемпион болды ғой. От жыл бітті болса вообще кәдімгідей. Иә. Официант. Аза. Ка 1 минут тұрады. Сөйтіп, тима. Такси. И сен наумен шығасың ба? Шығам. Головкемен шығасың ба не? Тартшыла. Фуй, бля. Родной сурет кестіші. Брат, тикток түсірек. Маңдайсың ба? Кімден сескен? Анау сосын. Анау. Берген яқа. Тоже ақырда баратсыз. Ой, қолыңа дерт берме. Шикін тап пісіресің ба? Қой жоқ, құсын тойдық қой, жарайды. Жарылсын мен де. Қалай? Тойдық қой, жарылмыз. Білмейсің бе? Сен тойған шығарсың, біз тойған шығармыз. Қызылсын, менің бала шағам бар емес, алып кетпейін ба? Вообще қызылсын, давай. Пісір, давай. Көрші, мен ма сен? Дос болған үй сата ма деп сұрап отырсың, сен сататын сияқты дедің. Бүйірі сатпаймын құрсын. Сен 50 миллион берем дейді, мен еще оған 10 миллион қосып берейін, 60 миллионға беріп жүрші үйіңді. 60 миллионға мына үйіңді сен 30 миллионға өткізе алмайсың, 60 миллионға рез сатып жібересің. Қалаға барасың да көршілерің көп жерге тұрасың, кайф емес пе? Әйеліне сұрап көрейін. Давай.
Все, сөндір, кеттік, сөндір. Астанандар, айда, жина. Жан, қоя тұршы, су ішкім келіп тұр, сарыағашпен бір тан алып кеп берші маған. жарайды жаным как Жан, ақшаң бар ма, Жан? на ақшам Жан, ақшаң алып жүрмесің ба, қалтаңа салып жүрмесің ба, Жан, ұрлап алдым ғой, Жан. ол енді ақшалан баш потом қазір барып келдім где-то 5 минут деп 5 минут Открываем бизнес, мы будем делать Короче, алды шашылып кеткен ғой, мен жабысып қалған ғой бір нәрсеге келіп ше. прям ба Асты шіріп жатыр, короче, 1.800.000-ге ал дейді ғой маған ше. малсың ба не істейсің оны Сөйтіп алғансың ғой. Адың оған қойшы, шөлдеп кеттің бір магазиннен сушина алып келіп отырып. қойшы родной өзің баршы аяқ қолың сау ғой немен жұмсауға адам бәлесін Алдын қызың жұмсаған кезде жүгіріп кеттің ғой, ұштың ғой, терезеден шығып кеттің ғой. қойшы родной Қойшы lan кеттің. Қызға слабый екенсің родной. родной не болсын әңгіме қызға слабый деп өзің барасың ба мал кешпен женщина жігіттер жан тұрған үміттер Тут все изменит. Сәлем, сұлу қыздар. Біздің Маки-Макиға қош келдіңіздер. Қандай тапсырыс береміз? Сіздерде тегін не бар? Тегін. Бізде официантпен қыдыру тегін, официантты құшақтау тегін, официантпен сүйісу тегін. Не қалайсыз? Сіз бізді түсінбедіңіз ау деймін. Бізде вообще ақша жоқ. Тегін не нәрсе бар бізге? Вообще ақша жоқ? Көрсетіңізші. Көрсетіңізші? Не айтып тұрсыз? Жоқ, сумкаңызда көрсетіңізші деп отыр. Осы сумкаңызда жоқ болса, шынымен ақшасы келген шығар деп айтайын деген ғой. Неужели у вас ничего бесплатного нету? Енді бір вариант бар, егер сіздердің біреулеріңіз маған бағын тұрмысқа шығып менің әйелім болса, өмір бақи менімен тұрса, күнде суши пицца тегін. Қалай? Карина, сенде вообще ақша жоқ па? Бар Каспий Голдты өзім төлеймін. Олай болса бізге өтініш суши, пицца. Помните одну фразу, все будет, но не сразу. Қыздарың кетті, не болып кетті, бас ауып кетті. Девушка, одевай кепка.